Сәлеметсіздер ме, құрметті ханымдар мен мырзалар. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Құдайға шүкір, мейрамда ауа райы жылырақ болады. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Поздравляю вас с Днем Независимости. Слава Богу, на праздник погода потеплеет. Бұл менің яркие сугробы казах тілінге аудару әрекетім. Вот попытка перевести на казахский язык мое стихотворение «Яркие сугробы». Күртік қар жарқын. Күртік қар жарқын, көрініс әсем, ерекше шағын, ең үнсіз әлем. Лағыл сияқты кешкі күн екен, ал кеше күшті ауыр қар түскен. Шаршаған қызыл күн ұйықтатады, ақ гүлзар дымқыл ұйықтап қалады. Суықтан қатты қорқулар кетті, нәтиже енді орнына келді. Тек қана тыныш, қарлы кеңшілік, қазір қуаныш, жеңіл еркіндік. Күтіп бүтудің қиынырақ кейде, кет үрей, мүмкін сәт бар өмірде. Ал орысша, а на русском яркие сугробы. Яркие сугробы – благостный пейзаж. Тут покой особый, тишь не передашь. В памяти вчерашний лютый снегопад, но рубина краше нынешний закат. С усталью, с румянцем клонит солнце в сон. Парков спят пространство, белый спит газон. Нет былой тревоги, что придет мороз. Нынче лишь итоги, нынче все сбылось. Нынче лишь просторы, отдых для снегов. Нет в душе затора, боли и оков. Ожидание хуже, чем исход порой. Жить бы, да не тужась, страх прогнать долой.